саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыз күнделікті сабаққа қарағанда ерекше болмақ. Өйткені бүгін біз сабағымызға математика пәніне өзін-өзі тану пәнін кіріктіріп өтеміз. Өзін-өзі тану пәнінен оқушылар білесіңдер, адам ақиқатты танып, сүйіспеншілікпен дұрыс әрекет жасаған кезде адамның ішінде ішкі тыныштық пайда болады. Ал ішкі тыныштығы бар адам қандай болады? Ешкімге қиянат жасамайтын болады. Бүгін біз сабағымызда дұрыс әрекет жасасақ, демек, ол не деген сөз? Бүгінгі өтілген тақырыпта алған білімдерімізді ойымызға сіңіріп, сол білімді есептер шығаруда дұрыс пайдалансақ, дұрыс пайдалансақ, ол үшін бізге не керек? Шыдамдылық, төзімділік және әділдік керек, оқушылар, әділдік. Біз әділ болсақ, бір-бірімізді не істейміз? Әділ бағалаймыз және дұрыс әрекет ету арқылы есептерді не істейміз? Дұрыс шығарамыз, дұрыс шешім. Қазір кішкене тыныштық сақтап, сабақты бастамас бұрын тыныштық сақтап, кішкене нұрға бөленуге. Ол үшін алдымен біз қазақ елінде өмір сүреміз. Әрқайсымыздың жүрегіміз не деп соғады? Қазағым, жерім, елім, туған жерім деп соғады ма? Міне соған байланысты кішкене бұл еліміздің төбесінен қарап тұрған қыран құстың үстінде ұшып, еліміздің төбесінен қараған секілді сезімге отырайық. Көздеріңді ашып, экранға қарап отырсаңдар да болады. Бірақ сезімге бөленіп көрейік. Домалақ жер шарындағы Еуразия құрлығының орта нүктесінде күндей жарқыраған қазақ елі, менің отаным Қазақстан орналасқан. Отан, бұл бір сөз ойыма оралғанда ерекше әсерленемін. Білмеймін, бәлкім бұл менің махаббатым болар. Мен еліме деген махаббатымды жеткізер болсам, ақ қағаз бен көк сия жеткізеді. Кіндік қаны қазақ топырағына тамып, осында өскен әр қазақтың өз еліне деген махаббаты әрине шексіз. Осынау дархан дала, ашық аспан, масатыдай құлпырған жасыл жайлау, шегі жоқ шөлді жерлер, әсем таулар, сарқырап аққан өзен, бәрі қазаққа берілген сый ғой шіркін. Мұндағы әрбір тал, әрбір гүл ыстық сезіледі. Жүрегімде елге деген ұлы сезім лаулап, алаулы өрттей тулайды. Жүректің осынау кіршіксіз сезіміне кім түспесе екен деп ойлаймын. Қазақ жерінде туып өскен әрбір қазақ баласы біреуде болса, біреуде болмайтын үлкен бақыт иесі. Тарихымен де тулайды. Жүректің осынау кіршіксіз сезіміне кім түспесе екен деп ойлаймын. Қазақ жерінде туып өскен әрбір қазақ баласы біреуде болса, біреуде болмайтын үлкен бақыт иесі. Тарихымен де, ерлігімен де, мәдениетімен де бүкіл әлемге үлгі болатын бақытты елімді мен жаныммен сүйемін, ардақтап жүретін боламын. Бақыт құсы қонған, көгінде көк туы желбіреген бақыт мекен қазақ елі мәңгі жасасын. Осындай әсем елде қарапайым қазақтың топырағынан жаралғаныма бақыттымын, әрі тағдырыма ризамын. Мен өз елімнің патриотымын. Мен сендерге тест құрастырып келдім. Сендерде жауаптың қайсысы тұрса, алдарында тұрған фишканы көтере қойыңдар. Бірінші жауап. Бірінші есептің жауабын көтере қойыңызшы, сендерде қай жауап шықты? Үлкен бе, кіші ме, немесе тең бе? Қанкей? Тез-тез қолдарыңдар
фишкаларды көтере қойды. Жарайды, жарайды. Не үшін 8,5 үлкен деп алдық? Тез айта қойыңыз. Бұл жерде екі санның бүтіндері бір дейді. Тең, иә. Иә, ондықтары да 8. Бірақ бізде екі түрлі. 5, 0-ден үлкен. Соған қарап салыстырып. Бөлшектерге байланысты кішкене сый дайындап алып келдім. Өте ерте заманда адамдардың заттарды санауы қажет болған кезде олар натурал сандарды ойлап тапты. Сол кезде натурал сандар пайда болды. Енді бердің келе натурал сандармен жұмыс жасап жүріп, барлық нәрсе бүтін бола береді ма? Жоқ. Иә, барлық нәрсе бүтін бола бермейді. Үйде қарасақ, нанды да бөліп жейміз, алманы да турап жейміз. Барлық есеп қисапты да бөліп жасауға тура келгендіктен бізде бөлшек сандар пайда болды. Есеп қисапты да бөліп жасауға тура келгендіктен бізде бөлшек сандар пайда болды. Бөлшек сандар пайда болды. Ал одан кейін ол жай бөлшектерді де жаңағы қосу керек, азайту керек, көбейту керек, бөлу керек. Бұл мәселеде ондық бөлшектерді тез-тез жаңағы шаруашылықта, өндірісте болсын, ондық бөлшекпен бөлшек сандарды есептей қояйын десе, не қылмайды екен? Тез-тез есеп жауабын жаңағы мүмкіндігі жоқ алуға, тез шыға салмайды, жылдам бола салмайды, оның жаңағы жай бөлшекпен есептеу. Сондықтан ондық бөлшектер де пайда болды. Ондық бөлшектермен қосу, сандарды есептеу, көбейту, бөлу, мына натурал сандарды қосу, азайту, көбейтуге қарағанда жақын, оңайырақ болғандықтан осы натурал ондық бөлшектер ойлап табылды екен. Бұл туралы Рим жазушысы Цицерон былай деп айтқан: біз бөлшекті білмейінше математиканы білем деп ешкімде айтпасын деген. Ешкімде айтпасын деген. Ал орыстың ұлы математика Магнитский: бүтінге келсең жылынып, алдыңа еш жан салмасаң, бөлшекке келсең бұғынып, жауабын таба алмасаң, есепке мықты демелік дейді. Бұдан біз қандай қорытындыға келеміз, оқушылар? Біз осы ондық бөлшектерді салыстырсақ, ендігіде біз не істеуіміз қажет? Қосуды, азайтуды, көбейтуді, бөлуді үйренуіміз керек. Ол жерде бізге дұрыс есептеп шешімін шығаруды да үйреніп алуымыз керек, дұрыс әрекет жасап. Міне онсыз біз математиканы жақсы білдім, игеріп алдым деп шығуымыз екіталай екен, иә? Тақырыпты, бүгінгі өтетін сабақты өте жақсы ұқыптылықпен меңгеріп алуды мақсат қылып қояйық алдымызға, иә? Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз ондық бөлшектерді қосу және азайту. Орыс халқының ұлы жазушысы Лев Толстой адам бөлшекке ұқсас дейді. Бөлшектің алымы ол біздің жаңағы барлық жақсы қасиеттеріміз екен. Адамның бойындағы барлық жақсы қасиет. Біз бөлшекті бөлеміз де соның ішінен керегін аламыз ба? Сол бөлшекке теңеп тұр адам бойындағы барлық жақсылықтар. Ал бөлшектің бөлімі адамның өзін-өзі бағалауы дейді. Ал бөлшектің бөлімі көбейген сайын бөлшек азаяды деп айтып кеткен екен. Мінекей, тез-тез алып, оқушылар бүгінгі ондық бөлшектерді қосып азайтуды. Ондық бөлшектерді қосу, сандарды қосуға ұқсас екен. Мен қазір сендерге жеңіл-желпі тапсырмалар берген. Үлкен көрінетін етіп жасайды, оқушылар как біліп орындай. Айша, Ерасылға да беріп, тағы басқа оқушыларға да беріп. Бір-біріміздің тыңдап. Баған түрінде орындап, теңдігін жасап. Бос жағына баған түрінде жазды, сосын теңдігін көрсетесің. Үлкен көрінетін етіп жасайды, оқушылар как біліп орындай. Айша, Ерасылға да беріп, тағы басқа оқушыларға да беріп. Бір-біріміздің тыңдап. Жашкей дұрыс әрекет болып жатыр екен. Ойымызды айтайық бір-бірімізге. Көркемге береді,
табамыз 1,2-ні. Баған түрінде жазған дұрыс болды ма? Баған түрінде жазған өте дұрыс болды. Ережеде не деді? Бүтіннің астына, бүтіннің астына. Өте жақсы дайды деген сенімдемін. Топтық жұмысты өте жақсы алып шықтыңдар. Жарайсыңдар. Келесі, біз оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде 779-шы, 780-81-ші есептерге сыйлықтарым бар. Аукцион. Кім тапсырманы дұрыс орындайды шешімі бойынша, менде таратылатын аукционға қойылған сыйлықтар бар. Осы сыйлықтардың қалың дәптер, бізге керекті, ең керекті оқу құралдары, өшіргіш, дәптер, сызғыш, әр топта бар бұл сыйлықтар. Қазір қалаған бойынша бөліп алып, тез осы жұмысты жеке орындасаңдар. Жеке орындайсыңдар. Бөліп алыңдар. Жетсін, е? Артында тапсырма бар. Кім дұрыс орындайды, осы суреттегі сыйлықты алады. Бөліп алыңдар. Азайтуға және қосуға берілген тапсырмалар. Аукционға түскен сыйлықтар. 1,95 шығады екен, е? Екінші есебі. Дұрыс болса өшіреміз. Одан кейін 11,15 шығу керек. Өте дұрыс. Дұрыс айтқан разрядтарды, астас разрядтарды дұрыс жасап, сыйлықтарымызды аукционнан ұтып алып, есептерімізді өте жақсы орындап, көңіліміз көтеріп қалды ма? Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біздің Қазақстанда орналасқан неше түрлі тауларымыз бар, е? Хантәңірі, Талғаршыны, Сәке Айша оқитын шығар. Шоқтау тау дейді, Күнгей Алатау екен. Және Жоңғар Алатау, Мұзтау, мінекей осындай таулар бар екен. Осы таулардың ұзындығы қанша километрден тұратынын білу үшін, мінекей бүгінгі сабаққа қатысты осы білімнің шыңына шығу үшін, мына әр шыңға, әр түрлі шыңға жетуді мақсат қояйық. Ол үшін дұрыс әрекет жасап, есептерді дұрыс шығарып, орындай қояйық. Шыңға бірге шықсақ та болады. Бірге орындап, бірге шыққан қызық қой? Бірге орындап, бірге шықсаңдар да болады шыңға. Шыңды биік қылып орналастырайық, дәптерге. Димаш ұстап әдемі, өте жақсы. Дәптеріне жақсы өте жақсы нәтиже көріп тұрмын. Сен көрген білім шыңын бағындырып, шыңға бірлесіп шыққандар да бар, бізде оқушылар. Қазір жауаптарымызды тексере қойып, қаншалықты қиын екенін білемін, сендерге шыңды бағындыру оңай емес. Сабақты өте жақсы оқып алған болса, бізде дұрыс оқу түбі, оқу үйге тапсырма алайық. Оқушылар бүгін үйге өтілген сабақтың ережелерін жаттайсыңдар. Ережені жаттамай, өте жақсы. Басқа таулардың ерекшелігі болады. Қай тауды? Барлық таудың шыңы бір бар. Барлық таудың шыңы бір бар. Қай шыңды таңдасаңдар? Өте жақсы, үйде 782-ші есепті орындап келесіңдер. Бүгінгі сабағыма өте жақсы қатысқан оқушылары Мадина, Көркем, Амина, Алиқа, Алшагүл, Аяз, өте жақсы оқушылар. Кішкене бүгін бірінші сабақ, әлі де меңгеретін тұсымыз болса, үйде жақсылап ережесін оқып, толықтай қосымша есептер орындайды, жарай ма оқушылар? Ерасыл, өте жақсы, Азиз, Абылай, өте жақсы. Ал